Қазіргі жастар кітап оқи ма? Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз оқушылардан және де мұғалімдерден жастардың қаншалықты кітап оқитынын бірге сұрап білеміз. Кеттік. Оқыған кітабын? Көксерек, оның авторы Мұхтар Әуезов. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кітап оқуды жақсы көресіз бе? Әрине жақсы көремін. Не себепті? Өйткені ол адамның ой өрісін өзгертеді және қиын кезде де тірек бола алады. Рахмет. Қазіргі жастар аз кітап оқиды дегенге келісесіз бе? Иә, келісем. Қазіргі жастар кітап мүлдем оқымайды кейбіреулер. Кейбіреу бар, именно гуманитарияға несі бар, уклоны бар оқушылар, олар өздері үшін, қызығушылығы үшін оқиды. Ал қалған көп 80% айтсам болады, қазір кітап оқымайды. Өздеріне керек білім алу үшін оқыған болмаса, ал әдеби кітаптар мүлдем оқымайтын оқушылар да бар. Сондықтан соған келсем оқымайды. Рахмет. Жеткен кітап қандай? Соңғы хат кітабы. Одан қандай ой түйдің? Бұл кітапта қазіргі болып жатқан мұңды хикаялар жиналған. Қызықты факт. Ғалымдардың айтуы бойынша кітап оқу адамның есте сақтау қабілетін және де ой өрісін дамытады. Ал күніне 15-20 минут кітап оқу ол адамның есте сақтау қабілетін әлдеқайда жақсы әсер етеді. Бүгін біз оқушылар мен мұғалімдердің кітапқа деген көзқарасын білдік. Ал сіз кітап оқисыз ба? Төменге комментарийді қалдыра кетіңіз.